Шекара қызметінің Шымкент авиа шекаралық бақылау бөлімшесінің шекарашыларымен таңертеңгі 7 сағатта Стамбул-Шымкент бағытымен ұшып келген 486 әуе рейсін тексеру барысында ірі көлемді экономикалық контрабанданың жолы кесілді. Нәтижесінде 48 жастағы қазақстандық Ахметолла Оразбаев жалпы салмағы 80 келіден астам үш үлкен сөмкесінің іші алтын күміс бұйымдарына толған болып шықты. Бұл үш сөмкеге жасалған кедендік жарияланым бар болған. Яғни Ахметолла сөмкенің ішіндегі әшекейлердің барлығы күмістен жасалған деп көрсеткен. Яғни күмістен жасалған деп жарияланған заттардың жартысы алтыннан жасалған болып шықты. Ұстау материалдары Оңтүстік Қазақстан облыстық кіріс департаментінің қызметкерлеріне берілді. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 4 күн бұрын атыраулық шекарашылар осы тектес деректі анықтаған болатын. Онда Стамбулдан ұшып келіп, контрабандалық жолмен 2,5 центнерден астам алтын күміс заттарды өткізуге тырысқан қазақстандық азамат ұсталған. Ал осы арада айта кету керек, осыдан 4 күн бұрын атыраулық шекарашыларда Стамбулдан ұшып келген жолаушыдан 2,5 центнерден астам алтын күміс заттарын, яғни 3,5 келі алтын мен 235 келі күміс тәркіленген болатын.